Қайырлы күн достар. Бүгін осындай жұмсақ үлпілдек мини пицца жасаймыз. Қамырға ұн, қант, дрожжи, тұз, жылы су және сұйық май қажет болады. Ең алдымен ұнымызды иліктен өткізіп аламыз. Енді барлық қоспаларды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың үстін жауып, жылы жерге 30 минутке қоямыз. Қолда бар заттарды қолдана бересіздер. Менде бүгін сыр мен шұжық. Шұжығымызды кубиктап турап аламыз. Ірімшігімізді теркадан өткіземіз. Мен соусқа томат және майонез қолдандым. Екеуін араластырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны мини пиццаларға бөлеміз. Қолымызды кішкене майлап, осылай қамырымызды созып, пергамент қағазына осылай қатарлап аламыз. Енді жаңағы дайындап алған соусымызды жағып аламыз. Менің жас каналыма тіркеліңіз. Ендігі кезде шұжығымызды осылай салып, қызып тұрған пешке 15-20 минут піскенше қоямыз.
Пиццамыз пісті. Енді үстінен ірімшігімізді осылай салып, тағы да 3-4 минутке қоямыз. Мектеп кезеңі басталды. Енді осылай балапандарымызға әртүрлі тәттілер дайындап, қуанта берейік. Баршамызға ас болсын.